Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмас. Біріне қамқор әке, біріне ардақты да жанашыр жұбай бола білген. Жақынына жанашыр, жүрегі жомарт иесі Зейнолла Қойшыбайұлын еске алатын боламыз. Дүниедегі ең аяулы жан ол ана. Ең қастерлі жан да ана. Баласы десе бауырын беретін. Жанашыр, мейірімді де аяуланамыз. Қанзипа Ерғалиқызын еске алатын боламыз. Алтаға бірігіп әке болмас, 7 жеңге бірігіп ана болмас дейтін. Халық даналығындай әке шешенің орнын ешкім баса алмайды. Зейнолла Қойшыбайұлы. Нұр жүзі елестеп, таң кешімізден, кетпейді әке ешқашан есімізден. Аруағына бас иіп ас береміз, өтелсін деп бір парыз осы бізден. Өмірдің тояр ма адам базарына, тағдырдың не шара бар ажалына, әлдилеп әлпештеген әкеміздің гүл қойып жүрміз бейіт мазарына. Колхозда басқарма боп еңбек етті, жақсылық қамқорлығы елге жетті. Ардақтап зайыбымен ұл қыздарын бақыттың бесігінде тербеп өтті. Қайтқанына 56 жыл өткені, сағыныш тырналайды жүректегі. Аруағы асыл әке желеп жебеп, бізге әркез шапағатшы тілекшеді. Нұр жүзі елестеп, таң кешімізден, кетпейді әке ешқашан есімізден. Аруағыңа бас ей бас береміз, өтелсін деп бір парыз осы бізден. Ерғалиқызы Қанзипа. Жарасты тұрмыс құрып әкемізбен, кешірді кетсе кейде қате бізден. Өсірді жүрегінен жылу шашып, аналық махаббатпен, мәпелізбен. Еске алдық бүгін марқұм аруақтарды, бүкіл ел ана атын ардақтады. Ақ сүтін ақылымен өнегесін, 7 ұл қыз ұрпақтарың жалғап қалды. Ұшырып биіктерге жас қыранды, қамқорлап қанатының астын алды. Өмірден өткеніне 30 жыл болған, анаға ас беруге бас құралды. Ұрпағымыз іздеумен отыратын, немере шөберелер қосылатын. Ас береміз әулеттің атынан біз, Құран арнап бағыштап оқылатын. Иә, көзден кетсе де көңілден кетпейтін, жаныңа, жүрегіңе жақын адамдарды еске алу оңай емес. Бірақ ата-анамыздың дүниедегі жасаған әрбір ізгі істері ұрпағы мен немере шөберелерінің мақтанышына айналады. Біз ата-анамызбен мақтанамыз. Осы кісілердің ұрпағы болғанына тәубе дейміз. Адам ұрпағымен мың жасайды. Мәуелі бәйтеректей тамырын кеңге жайған ата-ана, сіздің ұрпақтарыңыз сіздерді ешқашан ұмытпайды. Рухтар пейіш, алды жәннат болсын. Ұрпақтарының атынан мың тағзым.